Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерді S9 деген программамен таныстырғым келіп отыр. Арнайы коробкада болады. Бұл детокс жасайтын программа. Жалпы детокс деген сөз қазіргі таңда қалыптасқан сөз болып саналады. Негізгі түбірі оның detoxification деп аталады. Яғни латын тілінен аударғанда организмді токсиндерден тазарту деген мағынаны білдіреді. Жалпы күнделікті тамақтану, егер сіз жеп отыратын нәрсеңіз дұрыс болмаса, бауырға нагрузка алып келеді. Бауыр жеген тамақтарыңызды лабораториясынан дұрыс тазартып өткізе алмай, қанға қарай артық керек емес нәрселерді, зиянды нәрселерді өткізіп жіберуі мүмкін. Осы кезде әртүрлі жүйелердің аурулары пайда болады. Асқазан ішек жолдарының аурулары, сонымен қатар бауырдың өзінің өтте тас жиналуы, өттің дұрыс бөлінбеуі, өттің қоюлануы, сонымен қатар тамырлардың бойында атеросклероздық бляшкалардың қалыптасуы, қант диабеті және шаршағыштық, әлсіздік, бас ауру секілді дұрыс тамақтанбағанның салдарынан болатын көптеген аурулар бар. Жалпы қазақ атамыз айтып кеткендей, адам не жесе, содан тұрады. Ауру астан деп айтып кеткен. Сіздің жейтін асыңыз әрдайым дұрыс болу керек. Енді қазіргі таңда көптеген консервіленген заттар бар. Тіпті сүттердің өзі бірнеше айлап сақталатындай болып дайындалады. Оларды біз қабылдағаннан кейін организмге олар ірі уақыт өте келе токсикалық әсер береді, жинақталып бар ағзаға. Сондықтан да псориаз, теріге шығатын түрлі дерматологиялық аурулар да осы себептен болып саналады. Сондықтан жалпы Forever компаниясы өзінің шығарған мынадай Clean 9, яғни ағзаны 9 күн бойы тазарту деген мағынаны білдіреді. Аударған кезде осындай программа ойлап тапқан. Арнайы зерттеумен, ғалымдардың қатысуымен бірнеше жыл бойы зерттеп, содан кейін барып шығарған. Жалпы бұл программаны арнайы өзінің ішінде коробкада дневнигі болады, күнделігі. Не нәрсені қалай ішесіз, нешеде не қабылдадыңыз дегеннің барлығын жазып отыратын. Екінші құрамында мындай 2 алоэ гелі болады. Бұл гель не үшін? Ішектің бойындағы бүрлерін жақсылап тазалау үшін, сонымен қатар сіздің ішетін витаминдеріңіздің сіңірілуін арттыратын негізгі компонент болып саналады. Мысал үшін айтатын болсақ, сіз білмейтін бір қалаға бардыңыз делік, ешкімді танымайсыз. Егер де сіз қасыңызда жолды көрсететін адам болмаса, сіз не істейсіз? Адасасыз. Витаминдер де сондай. Әрбір витаминді сіңіретін, өзінің қасынан қолын ұстап жүретін гиді болу керек. Егер сондай қасында қолынан ұстап жүретін гид болмаса, витаминдер сіз ішесіз, ішек арқылы сыртқа шығып кетеді. Мынау алоэ гель сондай рөлді атқарады, яғни сырттан түсетін витаминдерді ішек арқылы әрі қарай сіңіріп, қажетті клеткаларға жеткізу қызметін атқарады. Себебі бұның құрамында зерттеулер бойынша ферменттері бар, көптеген қоректік заттары бар, витаминдері бар. Бұлардың барлығы ағза үшін қажетті, сонымен қатар амин қышқылдары да бар. Вот сол амин қышқылдары негізгі витаминдердің сіңірілуіне қатысатын компоненттер болып саналады. Енді осындай алоэ гель болады ішінде. Одан кейін құрамында мынадай файбер деген бар. Көріп отырсыздар, бұл клетчаткалар. Жалпы адам ағзасына жақсы жұмыс жасау үшін пищеварительная система күніне 30 грамм клетчатка керек. Ол ішек микрофлорасын жақсартады. Сонымен қатар қанның құрамындағы қантты реттеп отырады. Осы бар құрамында және гарциния деген бар. Бұл гарцинияның құрамында пикалинат хром деген нәрсе бар. Жалпы қазір жейтін тағамдардың арасында ол өте аз. Пикалинат хромның рөлі ағзаға артық майдың жиналмауын алдын алу болып саналады. Ал мынаның құрамында арнайы өзі гарциния деген жемістен алынған, содан алып жасалынған табиғи жолмен, және бұның негізгі рөлі ағзадағы артық жинақталған майларды ерту болып саналады. Майларды просто так ертіп қоймайды, адам организміне ол энергия беру қызметін атқарады. Просто ертіп шығарып жібермейді. То есть сіз бодрый боласыз, ол майлардың еру арқылы. Мысалы, аюларды білесіздер,
олардың денесінде көп май болады. Күннің суығында олар тоңбайды, себебі оларда май көп. Сол энергия беріп тұрады оларға. Тура сол сияқты мынау организмде болатын майлар негізі бізге энергия қоры ретінде сақталып тұрады. Соны энергия ретінде жұмсалып, адам бодрый болып жүреді. Сонымен қатар құрамында мынадай терм деген бар. Бұл терм витаминдердің жиынтығы болып саналады. Организмге тоже бодрость беріп отырады. Мындай өзінің сантиметровый ленточкасы болады. Осы арқылы кеуде, бел айналымдарын есептеп, күнделікке жазып, организмге детокс программасын жүргізгеннен кейін, артықшылық токсиннен арылған соң, қанша салмақ тастағаныңызды бақылауыңызға болады. Сонымен қатар құрамында коктейль болады. Ол коктейль не үшін десеңіз, жалпы адам мысал үшін мынадай гречка ғана жейтін, немесе бір күнде тек қана күріш жеп диета ұстап жүретін кісілер болады. Бірақ ол дұрыс емес, себебі ағзаға күнделікті суточный дозировкада белок түсіп отыру керек, көмірсу, майлар түсіп отыру керек. Вот соларды организмге түсіре отырып, егерде дұрыс тамақтану режимін ұстайтын болса, адамдар дұрыс салмақ тастайды. Вот соған байланысты құрамында еще коктейль болады. И бұл сонымен қатар осы С9 программасымен бірге арнайы өзінің меню болады. Не жейсіз, қандай тағамдар дұрыс жеген, қандай тамақтың құрамында белок сіңімді, өте жақсы деген ақпараттың барлығы қасындағы дневникте болады күнделікте. Жалпы бүгінгі менің мақсатым сіздерге осындай С9 деген америкалық программа бар екендігін таныстыру болатын. Жалпы детокс жайлы ақпарат беру болды. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап берем. Сау болыңыздар.